Алтынайский ютуб арнамның көрермендері, қалдарыңыз қалай? Қазір сіздерге осындай бір шаблон жасаудың жолымен көрсетейін. Бұл өте оңай жасалады. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен PicsArt приложениесіне кіріп, мына жерде пустой деген шаблонды таңдаймыз. Яғни артқы фонсыз, иә. Потом мынаның астында инструменттердің арасында стикері деген бар. Сол бөлімге барып, поискке бізге керекті нәрсені жазамыз. Сосын кейін сіздерге осындай сіз іздеген нәрсеге ұқсас заттарды шығарып тұрады. Поиске круграмка деп жаздым. И мынандай неше түрлісі бар. Цветочный бар, неоновый бар. Сізге керектісін алып таңдап осы жақтан сіздер стикер через наложение қойғанға осындай элементтарды нетесіздер. Сайттарға кірмейші, осы жақтан ала аласыздар. Сохранить етіп галереямызға жүктеп аламыз. Потом Pinterestке кіріп, бізге қажетті фото немесе видеоны іздейміз. Поискке тоже мен лошадь обои деп іздей салдым. Сол кезде шыққан мынандай картинкаларды алғашқы заставка сияқтыға аламын. Ол үшін жоғары жақтағы үш точканы басып, скачать изображение дейміз. Осылай сіздер кез келген фото, картинка, шаблон, фото шаблондарды осы жақтан осылай аласыздар. Енді бізге келесі жартысы видео керек. Ол жерде мына жақта лошадь обои дегенді алып тастап, кез келген, например, жанына видео дегенді мен қоса салайын. Сөйтіп тоже шыққан видеоны сіздер бұл Pinterest'тен сразу скачать етіп алмайсыздар, анау картинканы басқандай. Сіздерге бот көмекке келеді. Мысалға, бір видеоны қазір көрсетейін. И астында мынау поделиться деген сияқты кнопканы басасыздар. И сөйтіп Telegram деген кнопканы басып, таңдап, мынаның ішінде Save as bot деген тұрады. Сізде егерде бұрын контактқа түссеңіздер, осылай шығарып тұрады. Ал егер бұл жоқ болса, онда поискке Save as bot деп жазып, осы жаққа жібересіздер, жаңағы ссылканы скопировать етіп алып. Потом сізге жіберген кезде осылай жоғары жағындағы штучканы басып, видеоның өзіндегі галереяңызға сақтап аласыздар. Потом CapCut'қа кіріп, новый проект деген кнопканы басамыз. Ол жерде жаңағы бізге керекті фотоны, видеоны біз CapCut'қа саламыз. Мына жерде картинканы қарасаңыздар, сразу назадты басып, и астында соотношение сторон деген бар. Сонымен 9:16 деген форматты таңдап аламыз. Егер де бізге мынандай вертикально дейма, тік тұрған телефонды ешқайда бұрмай, осындай stories формат керек десеңіздер, осылай 9:16 форматын таңдап аламыз. Соңындағы водяной знакты кесіп алып тастаймыз. Енді жандағы плюсик деген батырманы басып, біз галереямыздан видеомызды алып келіп қоямыз. Енді астындағы наложение деген кнопка бар. Добавить наложение деп, бағанағы PicsArt'тан жасап алған мынандай рамкамызды алып келіп қоямыз. Добавить дейміз и өз үлкейтіп саусағымызбен немесе кішірейтіп, өзімізге керекті жеріне алып келіп қоямыз. Тоже ұзындығын осылай жанындағы ақ сызық тартып отырып, қай жерге дейін тұру керек, бұл сояққа дейін апарып аласыздар. Потом Pinterest'тен сразу кіріп белый фонды біз іздей салайық. Бұл белый фонды сіздер жаңағы студия, PicsArt'тың өзінде жасап алсаңыздар да болады. Бұны енді добавить наложение деп, жаңағы Pinterest'тен скачать еткен белый фонымызды алып келіп қоямыз, ақ фонды. Потом мына жақта астында, инструменттердің астында, ақ фонды белгілегеннен кейін маска деген бар. Мінеке, маска дегенді барып, инау круг дегенді таңдаймыз. Сол кезде домалақ болады. Екі саусағымызбен бет үлкейтіп тұрып, жаңа астындағы рамка бар ғой, соған келістіріп аламыз. Потом мынау астындағы сызықты тартсаңыздар, инерция сияқты береді, яғни сырты кішкене бұлдыр болып тұр, осылай размерін келтіргеннен кейін птичканы басамыз и астында ақ фонды өзін белгілеп алғаннан кейін слой деген бар. Вот слой дегенді барып бірге қоямыз, яғни рамканың артына кетеді. Көрдіңіздер ғой? И бұны да жаңағы рамкамен бірге ұзындықта қоямыз. Потом текстіміз жазамыз. Добавить текст деп, мысалға, сүндет тойға шақыру деп жаздым. Птичканы басамыз, шрифт дегеннен шрифтті таңдаймыз, эффектідің арасынан өзімізге ұнаған эффектіді таңдаймыз. Аяқта желтый, красный, синий деп бөліп қойған, соның арасынан мен желтый дегеннен мынандай
жылтырап тұрған сияқты эффектін таңдадым. И шрифт деп мына жақтан өзіме ұнаған бір шрифтті алып келіп қоямын. Шрифтіні таңдағаннан кейін птичканы басып сақтайсыздар. Ол мүмкін сізге ұнайды, немесе клиентіңізге ұнайтын бір шрифт болу керек, әдемі дегендей. Оқылатын, сіздер енді қараған кезде бұл жақта қысы басқаша, ө дегені басқаша болып тұрмай, осындай бір барлығы анық, яғни қазақ тілді шрифттар болу керек. Потом анимациясын бересіздер, барлығына рамкаға да, ақ фонға да, бәріне жеке-жеке анимация беріп шықсаңыздар да болады, артық етпейді. Келесі мына жаққа да тоже сіздер тексттарыңызды жаза бересіз, жаңа құрметті дегендей. Болмаса тағы бір рамка қоятынды көрсетіп кетейін. Мына жақтан сохранить черновик деп алайық. Пустой дегенді қайтадан таңдап, жаңағы стикері деген бөлімге қайтадан барайық. Бұл жерге қарасаңыздар, бағанағы айтқанымдай, сіздерге уже ұнайтын примерно нәрселер шығарып тұрады. Осы бір рамканы таңдап алдым. Енді осыны готово деп сохранить етіп аламын. Яғни артқы фоны жоқ ешқандай, сразу дайын күйінде. Енді осы жаққа біз наложение, добавить наложение деп бағанағы фотоның арасынан рамкамызды алып келіп қоямыз. Екі саусағымызбен үлкейтіп, керекті жерге дейін созып, размерін барлығын келтіреміз. Енді қарасаңыздар, мына жерде вообще көрінбей қалды артқы фонынан. Оны егерде осындай бір нәрсе болып жатса, сіздер настроить деген кнопканы барып, кішкене осветление берсеңіздер болады. Мына жақтан температурасын төмен түсіріп, тенді төмен түсіріп деген сияқты, мына жақтағы ползуноктармен кішкене ары-бері ойнап, оқылатындай қылып, насыщенностін арттырып, осылай кішкене бір басқаша эффект берсеңіздер болады. Уже кішкене көрініп қалды, и осылай алып тоже сақтап аласыздар. Және осы рамканың астына уже сіздер тексттарыңызды жаза берсеңіздер де болады. Подложка потом қойсаңыздар да өздеріңіздің енді фантазияларыңызға қаратай. Дәл осылай сіздер ешқандай шаблонды да басқаны да іздемей-ақ, дәл осылай видеоны шақыру билетті жасай аласыздар кез келген той жиындарға. Ал енді идеям жоқ, музыканы қалай қоямын, шрифттарды қалай жүктеймін деген сияқты сұрақтарыңыз болса, менің осы Алтынайский YouTube арнамның плейлисте бөлімінде мінекей видеомонтаж, иншотпен жасау, шақыру билеті, баннер жасау, реклама жіберу деген сияқты бөлімдерге бөлінген сабақтар бар, тегін. Соның ішінде мысалы шақыру билет сізге керек болса, мына жақта мінекей қарап, өздеріңіз қажеттеріңізге асырсаңыздар болады. Сіздер де осы тегін сабақтарды көру арқылы табыс таба аласыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үлкен рахмет, қош сау болыңыздар.